Сәлем достар, ұлттық тағам тарыдан майсөк жасаймыз. Каналға кірсеңіздер, тарыдан жент жасау және кез келген мерекеге арналған декорлар таба аласыздар. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Керек заттардың құрамын толық описанияға қалдырамын. Ең алдымен тарымызды ыстық қайнап тұрған суға кемінде 5-6 рет осылай жақсылап жуып аламыз. Осылай суымыз тазарғанша тарыны жақсылап жуып аламыз. Одан соң кастрөлге салып, тары толық батып тұратындай етіп, үстіне сүт қосамыз. Менде 3,2%-дағы сүт. Бетін жауып, 3-5 минут жай отта қайнатамыз. Осылай сүті жартылай тартылғанша қайнауы керек. Одан соң сары майды, дәміне қарай қант немесе бал қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, оттан алып, 20 минутқа бетін жауып орап қоямыз. Міне майсөк дайын болды. Жұмсақ, дәмді және өте пайдалы. Астарыңыз дәмді болсын.